Иісі керемет. Ауылдың қызыл алмасынан дәмі тіл үйіретін шарлотка жасаймыз. Ол үшін біз ең алдымен алмаларды ұзыншақтап турап аламыз. Үш жұмыртқаға қант салып миксермен көпіртіп аламыз. Ұнға разрыхлителді қосып, араластырып, массамызға саламыз. Сұйық майды құйып, алмаларды салып, араластырамыз. Пергамент қағазын төсеп, шарлотканы құйып, 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Барлықтарыңызға шарлотканы жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады, иісі де адамды баурап алады. Сіздермен бірге болған Еркежан, назарларыңызға рахмет.